Selam bарлықтарыңызға. Бұл сабақта жол бастар контекстінің жыл басына талас қайсы жолы есептерін шығарамыз. Жыл басына талас есебі. Бірде жануарлар әлемінде бүкіл аңдар жыл басына таласыпты. Сөйтіп құр сөзден пайда жоқтығын түсінген олар өзара дауысқа салайық деп арнайы дауыс жәшігін орнатыпты. Bir күн бойы дауыс беру үрдісі жүріп, дауыс жәшігін әділ санайды деп сізге ұсыныпты. Егер дауыс жәшігінде en saylaушылар дауысы бар болса, onda олардың әліпби реттілігі бойынша екі өлшемді гистограмма түрінде шығарыңыз. En адам саны, жануарлар саны. Мына жерде жануарлардың атауы, бұл жерде гистограммасы. Ескеретін жайт, сайлаудың дауыстар арасында жануарлар атауын тыныс белгілерімен, мына жерде тыныс белгісі, сызықша, жақшалар тұр, сұрақ белгісі тұр, жұлдызша тұр, пробелдер де бар. Не бос орынмен қосылып та, тіпті кейбір жануарлар атауын түрліше регистрлер, яғни бас әріппен, мына жерде бас әріптер тұр. Термен арасына басқа да символдарды қолданып жазылып, солардың барлығын ескеріп, бүкіл дауыс әділ болу үшін ұқсас атауларды бір деп санап, гистограмма түрінде шығарыңыз. Мына жерде барлығын кіші әріпке айналдырып, артықша символдарын әріп емес символдардың барлығын алып тастаймыз. Бағандарды X көрсетіп, гистограммада бос жерлерді нүктемен толтырыңыз. Бірінші жол en саны беріледі, 1000-ға дейін, бірден 1000-ға дейін. Кейінгі, мына жерде n-де болу керек. Кейінгі n жолда сол дауыс жинаған жануар атауы беріледі. Оның ұзындығы да 1000-ға дейін сияқты. Аңдардың дауыс санағы бойынша гистограмманы шығарыңыз дейді. Программасын жазайық. Жыл басы деген есеп. Бірінші аңдар жолдар санын кіртіп алайық. n тең int input. Оларды барлығын бір сөздікке салып отырамыз. Санау үшін d тең dict dictionary for I in range n s болсын. S тең input. Барлығын кіші әріпке айналдырып жібереміз. Lower. Енді ішіндегі әріптен басқа артық символдарды алып тастау үшін әрбір символды тексеріп, S1 деген бос string жасап алдық, құрастырып, енді соған әріп болса қосып отырамыз. For I in S if A мен Z-тің арасында болу керек, әріп болу үшін. A мен Z-тің арасында болса, онда S1-ге қосып отырамыз символды. Ол сөзді құрастырып алған соң, артық символдарын алып тастап, енді оны сөздікке қосуымыз керек. Егер S1 сөздіктің ішінде бұрыннан бар болса, тағы бір рет кездесті деп қосып қоямыз. Бұрыннан жоқ болса, онда бірінші рет кездесіп тұрған болса, енді бірінші рет кездесіп тұр деп жазып қояды екенбіз. Осы жерге дейін бір көрейік. Print-ді. Мынан жылжыту керек еді. Қоян біреу, түйе үшеу, қасқыр біреу деп тұр. Қоян біреу, түйе үшеу, қасқыр біреу деп тұр. Ал мына жерде
тышкан 4 тыны 1 дейт. Мына 4 тышкан екен, ал мына жерде жұлдызшаларын алып тастасақ, тыны деген жануар болды. Енді бұл жерде жануардың атауының мағынасы болуы шарт емес. Екі түрлі жануар болды. Енді не істеу керек? Енді оларды әліпби тәртібі бойынша деп тұр, сондықтан сорттап алуымыз керек. Олардың мәндері қайсысы неше рет кездесіп жатыр, неше рет кездескен, соларды бір листке жинап алайық. For k, мына жерде k key мағынасында, in sorted әліпби тәртібінде деп тұр, сондықтан кілттерін, мына сөздіктің кілттерін сұрыптап шығамыз. Және мәндерін a листке қосып отырамыз. Осы жерге дейін тағы бір көріп жіберейік. Бір төрт. Мына тышқан тыныдан алдын тұрады, өйткені y n-нен алдын тұрады. 1 және 4 деп тұр. N y-дан алдын тұрады екен. N әрпі y әрпінен алдын тұрады екен. Сондықтан бірінші 1, сосын 4 тұр. Мұнан да көрейік. 1, 1, 3 деп тұр. Түйе 3, мына қасқыр 1, қоян 1, түйе 3. Мына Q әрпі T-дан алдын тұрады, сондықтан сол әліпби ретімен сортталып, олардың мәндерін A деген листке қосып алдық. Енді мына гистограмманың ең биіктігі қанша болады, соны анықтап алайық. Мына A листегі ең үлкен санға тең болады. H деп белгілей салайын. H тең max A деп жазсам да болады. Немесе max A деп жазсам да болады. The values деп жазсам да болады. Max A деп жазсам да айырмашылығы жоқ. Print H деп онда көріп алайын. Шығу керек. Мына 3 шығып тұр. Енді неше баған болады, оны да анықтауым керек. Оны анықтау үшін len A деп жазам, не? W деп ала салайын, немесе S деп алайын, бағандар саны. Len A. Мына A листегі элементтер саны. Оның бойменен біліп алдық, гистограмманың биіктігін білдік, ең жоғары қай жерге дейін барады, және неше диаграмма болады, неше баған болады, соны біліп алдық. Енді екі өлшемді массив лист құрастырайық. Мысалға бұл болсын, бұл тең генератор арқылы құрастырамыз. X-термен толдырып шығайық. Үлкен X болады екен. Үлкен X болады. Бағандар саны қажет бізге. S-ға көбейтеміз. For I in range. Биіктігі қанша, сонша жол болады. Онда бір шығарып көрейік. Print B. 3-ге 3 болды. Енді мына 2-ге 3-ге 3 болып тұр. Мынаны да көре салайық. Сонда 5 жол 2 баған болу керек.
Ya 5 listten tur, ар кайсында 2 elementten бар. Dürüst boldu. Endi артқы жерлерine nüktelerdi koyup шығу керек. Onun үшін бағандарды y деп белгілейін. For y in range s болсын, s деп бағандар санын айтқанбыз. For j баған бойынша жүру үшін бірінші y жаздым, сосын x жазамын. Енді жолдар бойынша жүру үшін x жазамыз. Баған өзгермей тұрады, жолдар бойынша жүріп өзгертіп аламыз. Бұл жерде енді h деген биіктігі болса, одан a y-ті азайтып тастайтын болсақ, a y x болу керек, ал барлығы h нүкте бар, одан сонда h жол бар, сонда одан x-тердің санын азайтып тастасақ, барлығынан x-тердің санын азайтсақ, нүктелердің саны келіп шығады. Нүктелерді қойып шығайық. Артықша x-терді нүктеге айналдырып шығамыз. Болды сонымен. Енді шығару керек. Басып шығару керек. For I in range h-қа дейін. For j in range бағандар саны s. Print b eg ij. Енді бір жол арасында пробел шығу үшін, келесі жолға өтіп кетпеу үшін end деп бос жолды қойып қоямыз. Бір жолды шығарып болған соң, келесі жолға өту үшін тағы да print деп жазамыз. Тексеріп көрейік. Дұрыс, мынау дұрыс болды. Мынаны да көрейік. Бұл да дұрыс сияқты. Тексеруге жібереміз. Тексеріп жатыр. Полное решение 100 балл дейді. Мына есеп шықты. Енді қайшы жолы деген есеп қалды мына жерде. Ертеде ер төстік әр жыл сайын бәйтеректің басындағы алтын самұрықтың ұясына алуан жылан түсетінін естіген ол, бұл жылы самұрықтың балапандарын аман сақтап қалу үшін бәйтеректің жанына келіп жыланға айла ойластыра бастапты. Әрине алдымен жылан ұзындығын анықтау керек болып, қолындағы NGM торкөзді қағаздан қалыңдығы бір торкөз қылып, айналдыра спираль тәріздес қия бастапты. Егер сізге қағаздың мөлшері белгілі болса, онда қайшымен қырыққан торкөз ұзындығын, яғни қайшы жолын анықтаңыз. Екі жолда 2 мән n мен m беріледі. Олардың әрқайсы 2-ден миллиардқа дейін. Жалпы қайшы қырыққан торкөздер санын шығар деген. Мына жерде input'та 5 пен 7 тұр, output'та 24, 3 пен 4 тұр, output'та 6 деген тұр. Сонда мына екі санды да бірге азайтып көбейтіп жіберсек шығады екен.
4'tü 6'ga köpeýse 24, 2'ni 3'ge köpeýse 6 bolat. Sonday bolşamga kelip sonu tekserip göremiz. Ha 2 3 oldu. Okup aldık, birge azayta salayım. Polna erişenin 100 baldaydı. Mına esepti. Ötüp ketdi. Negizinde mına bolşam duruş çıktı. 2 sanda bir azaytıp köpeýte salady ekenimiz. Negizinde mına bolşamny dalildew kerek. Bugünkü sol sağ bolňuzlar.